бізде ол Хазар қағандығы, Хазар қағандығы жалпы осы картада көріп отырғанымыздай Батыс Қазақстан аумағын мекендеген. Батыс Қазақстан болғанда, Батыс Қазақстанның арғы беті былайша айтқан кезде Орта Азия мен Еуропаны байланыстыратын көпір деп айтсам да болады. Қара теңіз бен осы Каспийдің аумағында, Каспий даласында орналасқан мемлекет болған. Жалпы осы Хазар қағандығы жалпы Хазар қағандығының осы географиялық орналасуы елге өте көп пайдасын тигізді десем де болады. Еуропа мәдениеті, Орта Азия мәдениеті бұларға өте қатты әсер еткен. Ал былайша айтқан кезде ол жалпы осы Хазарлардың билігі көп жағдайда әкімшілік билікті қолға алған болатын. Мемлекеттің ең басында қаған болды. Одан кейінгі визир, яғни кәсіпқой кеңесші деген мағынада. Ал жалпы Хазар қағандығының маңызды оқиғалары, кешірім сұраймын, жаңа достарым келіп қалды. Жалпы Хазар қағандығының маңызды оқиғалары 6-7-8 ғасырларда осы Хазарлар өз мемлекетін басқарған кезде ислам мен христиандықтың ықпалы өсе түскен. Хазарлар осы кезеңде христиандықты ресми дін ретінде қабылдамады және буддизм мен басқа діндерде жүйелермен араласты. Жалпы Хазарлардың Византия мен арабтармен қарым-қатынастары туралы айтсақ болады. Олар араб халифатымен өзара тиімді дипломатиялық және сауда туралы байланыс орнатқан. Олар Сырдария мен Қара теңіздің арасындағы сауданы басқарып, жаңа айтып өткенімдей, осы Еуропа мен Орта Азияның арасында көпір ретінде саналған. Ал Қырым мен Еділ бойындағы Хазарлар осы бұл аймақтарда жалпы сауда мен әскери күштері өте мықты дамыды. Ал осы 9 ғасырдан бастап Русь пен Киев Русь арасында осы екеуінің арасында соғыс болған болатын. Ал Хазар қағандығы жалпы 10 ғасырда әлсірей бастады. Оның құлдырауына бірнеше факторлар әсер еткен. Оның біріншісі жаңа айтып өткендей Рустің күші және жалпы ішкі қақтығыстар айтсақ болады, және араб халифатының қысымдарын айтсақ болады. Ал келесі бізде ол Найман, Керейіт, Жалайыр, кешірім сұраймын. Бұл мәселе Найман хандығының аумағы. Міне өздеріңіз көріп отырғандай, осы жалпы бұлар Монғолия жерінде Алтайда орналасқан. Одан кейінгі бізде Керейіт хандығы, міне ол да Керейіт, ал мына жерде осы Жалайырлар. Және неге бұл үш мемлекет бір-біріне тығыз байланысты? Себебі бұлар жалпы бір жерде өмір сүргендіктен бір-біріне байланысты болған. Жалпы Наймандарға тоқталатын болсақ, Найман мемлекетін хан басқарған. Хан мәңгілік көктің әмірінен әрі соның атынан әрекет етеді деген түсінік болған осы Наймандарда. Бұл хандықты Моңғолдың құпия шежіресінде былай дейді: ұлы патшалық халқы өте көп деген мәліметтер кездеседі. Жалпы осы 12 ғасырдың соңына қарай қидандардың әлсіреумен қатар Орталық Азияның шығыс жағында осы Хангай мен Алтай тауларының арасын мекендеген осы тайпалар болады. Ал келесі біздегі ол Керейіттер. Керейіттер жалпы туралы жазба деректер 10 ғасырдың басынан бастап кездеседі. Алайда тарихшылардың зерттеуінше осы Керейіттердің құрамында түркі тілдес тайпаларда болған. Жалпы осы 9-10 ғасырларда Керейіттер тұңғыс маньчжур тайпаларымен көрші кейде араласып тұрған, яғни соғыс, кейде дос болады, кейде соғыс болады деген секілді. Осы 13 ғасырда моңғолдардың патшалық құрамына еніп кетеді. Яғни осы Керейіт, Найман, Жалайырды бәрімізге белгілі Шыңғыс хан жаулап алады. Ал одан кейінгі Жалайырлар қазақ, қырғыз және тағы басқа түркі халықтарының қалыптасуында осы Жалайырлардың ықпалы зор.
Жалпы қазір бізде осы наймандар, жалайырлар, қателеспесем, осы қазір Қазақстандағы таралған рулар, жалайырлар, наймандар жалпы осы шығыс Қазақстанда, орталық Қазақстан және оңтүстік Қазақстанда да кездеседі. Жалайырлар осы Алматы қаласында, Алматы аумағында кездеседі. Жалпы жалайырлар 10 ғасырда қытайлармен ығысқан, қайтсам болады, жалпы жалайырлар осы солтүстік шығысқа қарай ығайласады және 11-13 ғасырларда 11-13 ғасырларда жалайыр ұлысына 10 мықты тайпалар бірігеді. Алайда алғашқы жалайыр ордасы монғолдардан бәрібір дербестік ала алмайды. Және Шыңғыс хан осы ұрпағы Шағатайға бөлген 4000 әскердің 2000-ын осы жалайырлар құраған болатын. Жалайырлардың ықпалы өте зор негізі. Ал осы манақ моңғол тілінде осы бір түсінік бар оларда манақ деген, ол осы манақ моңғол тілінде осы бақылаушы, күзетші деген мағынаны білдіреді. Яғни осы жалайырларға қатысты сөз бұл. Жалайырлардың жалпы осы маңызы, керейіт жалайыр наймандардың маңызы өте зор. Және айтып өткендей, осы қазіргі Қазақстан аумағындағы Қазақстан аумағында ғана емес, жалпы түркі халықтарының арасында да түркі халықтарының ықпалы, дамуының, саяси дамуының, сауда жағынан, жалпы мәдениеттер дамуы жағынан, жалпы осы найман керей жалайырлардың да бірқатар үлесі тиген. Қазақстанға осы көпшілік оңтүстік шығыс және шығыс Қазақстанға таралуынан біз осыны байқауымызға болады. Назарларыңызға рахмет.